Сіз бұл дүниеге өзіңіздің тілеуіңізбен келмедіңіз. Өзіңіздің тілеуіңізбен кетпейсіз. Алла тағала қалады, келдіңіз. Алла тағала бір күні қалайды, кетесіз. Басқа еш нәрсе қалмайды. Сол үшін көзіңізді ашып қараңыз. Таңнан тұрғаннан сіздің арманыңыз, мақсатыңыз не? Кешке жатып атқанда сіздің қандай арман мақсатпенен жатып жатсыз? Қалай қарай өмір сүріп тұрсыз, соны қараңыз. Әр нәрсені өзінің құнына қарай қызмет қылады. Әр істі өзінің құнына қарай қызметін жасайды. Иә, ешкім айтпайды, мына дүниенің бәрін тастап қой, бұның бәрі пәни дүние, өтіп кететін дүние. Жоқ, осы дүниесіз ақырет болмайды деген пайғамбарымыздың сөзі бар. Мына дүниесіз ақыретіміз жоқ, ол рас. Бірақ ақырет үшін ғой, түсінесіз ба? Яғни жолаушылап бара жатқан адам не үшін саялады? Демалу үшін. Бір кішкентай ғана демалды да әрмен қарай кетті.